Lexus LX міну мен үшін арман болатын. Арманыма қол жеткізу үшін 37 Nexia алып сатқан ұлдарыңыз мен болам. Ассалаумағалейкум, бүгінгі шолу көре алмайтын туысқаныңның ішін күйдіріп, қарсы келген дұшпаныңның мысын басатын LX 570 жайында болмақ. Расымен де бұл көлікті пір тұтатындай не құдіреті бар? Және бұл көлікті тізгіндеу үшін қандай шығындарға дайын болу қажет? Өз тәжірибеме сүйене отыра көлігім жайлы жырлап беретін боламын. Кеттік көрейік. Kehanette benim vakıtım kızıp duraldı da benim vakıtım değil. Üstüme шығып кетеді ме деп қорқадым білмеймін, бірақ LX 570-ті жолда қатты сыйлайды. Сұрамасаң да жолақты босатып, бастысы кобальттар қыса бермейді. Бағдаршамға тоқтап қайта қозғалу 367 жылқыға ауыр секілді. Құдды бір 2,8 тоннаны өзің арқаңда сүйреп келе жатқандай әсер аласың. Бет әлбетінде мін жоқ, келбеті келіскен өте салмақты және байсалды көрінеді. Осы және де мынау Lexus белгісі үшін жаңа крузак иелері өз көліктерінің үстіне тағы 15 миллион теңге қосып, LX-ке айырбастауға дайын. Неге дейсіздер ғой? Себебі LX 570 көптің ойында понттың патологындай қалып қойған. Қараланған радиатор торы, қараланған қапталдағы айналар, агрессивті төмендетілген етектері супериор комплектациясында қол жетімді. Кәдімгі жиынтықтан ерекшелігі де осыда. Бірақ мынадай максималкада ешкім қолданбайтын үшінші қатар орындықтары болмайды. 8 сатлы қорабының топастығында айта кеткен жөн. Біреуден озайын деп газды полға баса қалсаң, адымын артқа лақтыруды ұмытып кетеді. Сондықтан мына жапырақтарды қолдануға тура келеді. Айтпақшы, крузак қожайындары шағымданған қорабына байланысты ауру мұнда да бар. Салқында екінші және үшінші сатыға адым алмастырғанда тебетіні бар. Бұл табиғи ауру болғандықтан көнуден басқа амал жоқ. LX тарихы сонау 1995 жылдан бері тарап жатыр. Сол уақыттан бастап негізгі 4 буыны жарық көрді. Алғашқы буыны 4,5 литрлі қозғалтқышпен кіріп келді. LX 450 өз аудиториясын жасап, тұтынушыларға жақсы ой қалыптастырды. Ал біразын жүрегін жаулаған екінші буындағы 470 1998 жылдан бастап 2007 жылға дейін шығарылымын тоқтатқан жоқ. Артынша үшінші жаңа буыны 5,7 литрлі қозғалтқышпен нарыққа таныстырылды. Лауазымды қызметкерлер мен кәсіпкердің барлығы LX 570 армандаған кезет. Ал мынау үшінші буынның терең рестайлдан өткен нұсқасы. Дәл осы LX-тің тұяғы 2015 жылдан бастап 2021 жылдың арасында үздіксіз шығарылды. Үлкен жол талғамайтын автокөлік үшін динамикасы жаман емес. Қаншаға дейін басады десеңіздер, 100-ге 7,7 секунд. Гидроаспанның көмегімен анша-мұнша шұңқырларды менсіне бермейді. Жүреді ма жүреді. Капотының астында 20 жылдар бойы Toyota'ның атақты Sequoia, Tundra секілді модельдеріне қойылып тексеріліп келе жатқан 3 UR FE. Сенімді қозғалтқыш қырсықпайды. Егер майда шүйдесінен үнемдемесең, нашар бензин құйып майда аяйтын болсаң, сені аямайды. Кольцалары отырып, шелектеп май ішуді әдетке айналдырады. Содан кейін 150-170 мың шақырымда шын жыры босап, салқында артық дыбыстар шығару мүмкін. Басқа сырқаттан Құдай сақтасын. Интерьерге айтар сөзім жоқ. Қолын қонған жердің барлығы сапалы, жұмсақ. Себебі бұл Lexus қо. Ортадағы консольдің өзі жоян, бірақ бір смартфон қоятын жер жоқ. Мынаған бұлай тастай салсаң, астындағы лагын сызасың. Сондықтан мынаны бекер орнатқаным жоқ. Функцияларға келсек, орындықты суыту, жылыту және рөл жылыту батырмасы да осында. Содан кейін өмірі қолданылмайтын бетіне өрмекші ұясап кеткен жолсызға арналған батырмалар да осында. Шынтақтың астында крузак тікіндей мынандай суытылатын бокс. Айтпақшы, тағы айта кететін жайт, қорап селекторы өте әлсіз. Жүзік тағатын адам айдаса, беті тез сырылып қалады. Мен мына көлік үшін неге 50 миллион теңге төледім? Мультимедиасына қарасаң, қарның ашады. Жарай, графикасын қатырыпсыңдар. Бірақ неге сенсорлы емес? Мынау атам заманғы джойстикпен менюдегі ойыңдағы бөлімге тоқтау қиямет қайым. Бір картаның өзін алып қарайықшы. Жүріс кезінде мынамен басқа қалаға маршрут қою үшін біраз тер төгу қажет. Тағы бір прикол көрсетейін бе? LX-та негізі алдыңғы әйнек жылытылатын функция бар. Бірақ алғаш алғанымда батырмасын таппай, бәлкім менкінде жоқта шығар деп ой түйдім. Сөйтсе мынаны қара.
Атамның тыққан қазынасындай климат баптауының ішіндегі тағы жасырын менюдің ішіне тығып қойыпты. Адамды осынша қинамай ортаға бір батырма шығара салсаңдар болмас па еді? Сатылым жағынан LX-ке бәсекелес жоқ, мұның өз адамы бар. Салмақты жүрісі, жақсы шума изоляцияның арқасында көлікте отсаң артық ойдан арыласың. Ал көңіл көтеріп музыка тыңдаймын десең, мархабат премиалды Марк Левинсон аудио жүйесі сізді шайқайды. Айтпақшы, мынаның есігіне присоска орнатылған. Осыны заводтан қоюға болмас па еді? Есігі онсыз да ауыр. Шума изоляциясын күшейткеннен кейін зілдей бола қалды. Басқа амал жоқ. Артқы қатар екі теледидары бар, бір бөлмелі пәтер. Керек десең, орын көп, тіпті перде де жоқ емес. Орындықтың беті бір тегіс болғандықтан бұрылыс кезінде бүйтіп біраз жамбасыңмен сырғанауға болады. Ортадағы шынтақ тіреуіште артқы климатты бақылап, орындықты суытып жылытуға болады. Және де мынандай жасырын бокста бар. Стақан салғыш мұнда жасырылған. Маған бір қызығы, мынау шынтақ тірегішке қалай қолыңды тіреп отыруға болады? Бұлай жату керек па? Қалай өзі? Мә, керемет жайғастым. Мынау артқы телевизорлардың расында түкке пайдасы жоқ, сондықтан да бетін қаптап қойған. Сонда да 570 алатын болсаң, бетін ашып тексере сал. Артқы орындықты жатқызатын кезде мынаның беті көп жағдайда сынып қалып жатады. Қандай кем-кетігі болса да, LX-ті жақсы көруді тоқтатпаймыз. Себебі бұл көлік абырой мен байлыққа тікелей байланысты. Алсаң ақшаңды сақтайсың, мүмкін еселейсің де. Сол үшін де өзіме қатты ұнайды. Бағаларын көрейін деп колеса қосымшасын ашып қарасам, ең арзанының бағасы 13,5 миллион теңгеден басталады. Ол әрине өлгені. Ал мынандай шанақтың бағасы 40 миллион теңгеден басталып, 70 миллион теңгеге дейін барады. Айтпақшы, мынау көлікте сатылымда. Көлік іздесең колеса қосымшасын жүктеп пайдалан. Бұл өте ыңғайлы. LX ебедейсіз ашкөз көлік. Жанын көзіне көрсетіп басқан сайын қалтаң жұқара түседі. Қалада байыппен айдағанның өзінде 22 литрді жай жағып отырады. Сұмдық қоя. 5 орындықты LX модификациясының бензин қоймасы 140 литрге ұлғайтылған. Қазір как раз қызыл түсі жанып тұр. Ендеше жағармай бекетіне барып, қанша бензин кететінін есептеп көрмедік пе? LX-те менімен қатарласып ораза ұстап отыр ғой. Қызыл жанғанша бүйтіп көп уақыт жүріп көрмеппін. 95 құймасаң мінезі қыңырлау, жаңа айттым ғой. Сондықтан да бақты ауыз мұрнына дейін толтырамыз. 60 литр әшейін сыйып кетті. Бағанада 15 мың теңге көрсетіп тұр. Сұмдық. Баға қарызға 10 мың теңге бар ма? 100 литр. Бұл құйылып бітем дегенше өмір жайында ойланып, толғанып алуға болады. 33 мың. Масқара. Мінне тоқтады. Кеттіген төлеуге. Каспирет бар ма екен? Каспирет бар ма? Бісміллә. Қуантатыны осы. Бензин бағы үлкен. Қайта-қайта тоқта бәуре болмайсың. Бір толтырып қойсаң, 1000 шақырымды еркін еңсеруге болады. Бірақ бұны толтыруда оңай емес қой. Кептіріп, қызылын жандырып әкелсең, 35-40 мың теңгеңді кассадағылар қағып алады. Егерде бұның өзіне таңғалып жатсаң, 570 алуды мүлдем армандамай-ақ қой. Себебі бұл жалғыз ғана шығын емес. Мысалға, әшейін бір жылдық салығының өзі 694.500 теңгені құрайды. Рамалық конструкцияның әсерінен ба, білмейм, бірақ рөлі зілдей. Артық қозғалғың келмейді. Айтпақшы, мынаны алған күні бір қызыққа тап болдым. Астананың жолдарында ойқастап келе жатқан едім, кенеттен рөлім ауырлап, бұрылмай қалады. Құдай-ау, мынау не болды тағы деп, дилерге апарсам, рөлдің гидрокүшейткіші деп, яғни ГУР деп диагноз қойды. Олай болса мейлі, жарасы жеңіл екен ғой деп есептете салған едім. Әшейін кішкентай бөлшектің өзіне қанша санап бергенін қараңыз. 802 мың теңгені бетіме былш еткізді. Лексусы құрсын әкесінің аузы дедім да, Карситидан 400 мың теңгеге оригинал алтын жалатылғанын таптым. Алдыңғы әйнегі тым әлсіз, шаң қонса сынып қалады. Оригиналның бағасы 600-700 мың теңге.
Ал егер маған Lexus жазуы бар дубликат та пойдет десеңіз, 150 000 теңгеге қондырып береді екен. Бояуы тым жұп-жұқа. Жапондықтар дәл осы тұста үнемдейтінін жақсы білеміз. Сондықтан лагы ұшпаған, бірақ қорғауыш пленкасы жоқ LX көрсең, сақ бол, жақында ғана бояп шығарған болуы мүмкін. Сондықтан бұл көліктердің қожайындарына кезінде дилер қып-қызыл ақшаға бронепленка жасауын ұсынған. Багаж қақпағы тұтас емес, 2 бөліктен тұрады. Электрожетекпен әрине, бірақ ашылуын біраз күту керек. Астында 2 жасырын бокс, біреуінде қажетті құрал саймандары мен 5-ші дөңгелекті түсіретін конструкциялық темір терсектер. Жарайды, оны қойш. Бір қуантатыны 220 ваттық мынандай резеткі бар. Сосын мынау пластиктері өте арзан көрінеді. Зат салсаң сырылып қалады, сондықтан да бұның жүк салғышына жоламауға тырысам. Тежеуішке келгенде жағдай мәз емес. Бір тоқтадың ба қайта тежелу жайлы ұмытсаң да болады. 3 тоннаға жуық салмағы бар көлікке кішкентай камеритікіндей супорттар салып қойған. Сондықтан LX 570 алсаң, мұрныңды күйген колодканың есіне үйрете бер. Көліктің 50 миллион теңге тұратынын ескермегенде, раманың артқы бөлігінің шірейтіні ол қалыпты жағдай. Себебі бұл да темір ғой. Қазір сіздерге автосервиске көлікті кіргізіп, аспасы мен рамасы жайлы толықтай баяндап беремін. Тфай аспасы берік. Тек стабилизатор тіреу үшін жиі ауыстырып тұрсаң болды. Содан кейін ролевой рейканың бағасын айтсам, өзің үшін ақ майын жиі тексеретін боласың. 2,5 миллион теңге оригиналы. Амортизаторының құны примерно 300-400 мың теңге. Оның ресурсы 170-200 мың шақырымда бір ауысады. Содан кейін мынау 22 дюймді дөңгелектердің комплекті кем дегенде 1 миллион теңге. Содан кейін колодкелері тез желінеді. 4 данасы арзан емес, 100 мың теңге. Тағы айта кететін жайт, LX алатын болсаң, мынау карданды шприцовать етуді ұмытпа. Егерде ұмытып кететін болсаң, келеңсіз жағдайға тап болуың әбден мүмкін. Менекей жаңағы айтқанымда LX-тің рамасының шіруі қанында бар. Мынаның да артқы бөлігінен жайлап, шірік ошақтары көрініп жатыр. Lexus-тың өзі мынандай, Nexia-ға не үшін ренжейсің? LX-ті әшейін бір ай асырау үшін қанша қаражат кетеді? Ендеше есептеп көрейік. Орта есеппен бір айлық жай бензинінің өзіне 140 мың теңге. Көліктің тазалығы, яғни мойкасына 24 мың теңге. Бір айлық салығы да бар емес пе? 57 мың 875 теңге құрайды. Анау мынау сервиске тағы 20 мың теңге қоса сал. Жалпы шыққан сумма мындай. Егерде бұған дайын болмасаң, нең бар? Камери мініп жүре бер. Sen деген күледі шен, сен де мен дедім сезбесе, сөздер не керек ізден. Шыны керек, атаңызға айналған LX-ті тізгіндеу талайдың арманы. Бұл көлікті алу үшін үздіксіз еңбек немесе жыл сайын жөндеуді қажет етпейтін бордюрларды ауыстырып тұру қажет. Бүгінгі шолу осындай. Сіздермен болған мен Нурик Жеңіс, Қазколеса KZ арнасы. Видеоның сілтемесін болашақ LX-тің қожайындарына жібер. Сау саламатта болайық.